Достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз төсек жабдықтарының простынясын тігіп үйренеміз. Бізге палуптара спалка тігу үшін 150-де 220 өлшемді простыня тігуіміз керек. Оған екі жағынан 2,5-2,5 сантиметрдан тігісіне аламыз. Сонда бізге 1,55 метр керек. Матаның ені 220 немесе 240 болуы мүмкін. 220 болса біз ештеңе қиып тастамаймыз. 240 болатын болса 20 сантиметрін артығын қиып тастасаңыздар болады. Енді двухспалка российский стандарт бойынша 200-де 220 деген өлшемге санап көрейік. Екі жағына 2,5 сантиметрдан тігісіне қалдырамыз. Сонда бізге 2-де 5 сантиметр мата қажет болады. Енді двухспалканың евростандарт деген түрі бар. Оған біз 220-да 240 деген өлшемге 2,5 сантиметрдан екі жағына тігісіне алатын боламыз. Сонда бізге керек матамыз 2,25 метр, 240 енді мата қажет болады евростандарт тігу үшін. 2,де 65, 2,де 40 деген үлкен евростандарт тағы бір размер бар. Оған 2,де 65 метр аламыз, 5 сантиметр тігісіне кетеді. Осы үш размер бойынша көбіне мен тапсырыс қабылдаймын. Мына жердегі мата 240 сантиметр ені, поплин матасы, производствосы Турция, өте сапалы мата, 100% хлопок. Екі жақ шетін міндетті түрде түп-түзу қылып, сызғышпен, темір сызғышпен сызып алып қисаңыздар, өте түзу шығады. Екі матаның екі жақ шеті кромка деп аталады. 240 дегеніміз матаның ені, ол төсектің ұзындығына кетеді. 220 деп отырғанымыз, ол біздің төсегіміздің еніне кетеді. Сонымен матаның екі жақ шеті кромка деп аталады. Ол жағы матаның сөгілмейді, сондықтан ол жағын тікпесеңіздер болады. Ал екі жағын, сөгілетін жағын тігеміз. Егер кромкада қандайда бір жазу немесе жіптері шығып қандайда бір дефекттар болса, онда екі жағын қайырып тігеміз. Міне матамызды екі жағын түзулеп қиып алған соң ашып қараймыз. Міне мынау бізде кромка, бұл сөгілмейтін жағы. Егер жазу ештеңке болмаса, солай қалдырамыз. Ал мына жағы, міне жазуы бар екен. Бұл жағын бір рет, екі рет қайырып тігетін боламыз. Ал мынау сөгілетін жағы, бұл екі жағын екі қайтара тігіп шығамыз. Енді осыны тігін машинасында көрсететін боламын. Мынау матаның сол жағы, матаның оң жағы. Сол жағына қарай екі қайтара шетінен отырып тігеміз. Басында закрепка жасаймыз. Закрепка дегеніміз мата сөгілмеу үшін алдыға, артқа жүруді айтамыз. Енді осылай түзулеп отырып, жіптері шығып кеткен болса, ішіне қайтара кіргізіп, шетінен отырып, осылай тігіп шығамыз. Матаның артқы жағынан тартып тіксеңіздер, өте ыңғайлы әрі түзу болады.
көбірек осылай тігетін болсаңыздар қолдарыңыз жаттығады. Осылай ең шетіне келгенде тағы закрепка жасаймыз. Артық жіптерін қиып тастаймыз. Осылай тартып тағы бір тексеріп шығамын. Ешқай жерде жібі тартылып қалмады ма, соны тексерулеріңіз керек. Артық жіпті алдық. Енді тура осылай екінші сөгілетін жағында ішке қайтара, екі қайтара тігеміз. 1, 2, енді тігеміз. Басында закрепка жасаймыз. Енді шетінен отырып, осылай тігіп шығамыз. Артық жіптерді ішіне қарай саламыз. Міне соңына келген кезде тағы да закрепка жасап аяқтаймыз. Енді екі жағындағы кромкасын тексереміз. Егер жазу ештеңке болмаса солай қалдырамыз. Жазу болатын жағдайда тура осылай екі қайтара тігеміз. Бір рет, екі рет бүгеміз де басында закрепка жасап аламыз. Одан кейін түзулеп отырып, жаңағыдай тігіп шығамыз. Мінекей, закрепкасын жасадық. Кромканың бір жағын тігіп шықтық. Енді екінші жағын тексереміз. Ешқандай жіп, ешқандай жазу жоқ па қараймыз. Жіптері болса қиып алып тастаймыз. Кромкасын тікпейміз. Енді тігіп болған соң осылай бүктеп аламыз өзімізге ыңғайлы етіп. Содан кейін осылай үтікпен жаңағы тіккен жерлеріміздің тігістерін пармен басып отырып үтіктеп шығамыз. Мен көбіне осылай тігістерін ғана үтіктеймін. Себебі тапсырыс беруші қолданар алдында бір рет жуып, үтіктеп алуы керек. Осылай тағы бір рет үтіктеп, тауардың сырт келбетін дұрыстаймыз. Сіздерге осы видео пайдалы болса, лайк басып,
маған тіркелуді ұмытпаңыздар.